Себебі Proton деген марка бар. Proton деген марка ол жапондардың Toyotасы сияқты, кәрістердің Hyundai'сы сияқты, Kia'сы сияқты ғой. Жалпы Proton деген маркасы неше түрлі көліктер шығарады. Ең арзаннан бастап қымбаттарына дейін барлығын шығарады. Сондықтан бұл жақта сырттан көлік кіргізу өте қымбат. Бұлар сол өздерінің елінің, өздерінің жергілікті автокөлік өндірісін қолдау мақсатында мемлекеттің үкіметі осындай іс-шара жасап қойған. Үкімет демекші, бұл жақта билікті, барлық билік президенттің қолында шоғырланбаған. Бұл жерде президент жоқ себебі. Бұл жерде патша бар. Бірақ патша мұрагер емес. Патша 4 жылға сайланады. Бірақ патшаның қолында ешқандай билік болмайды. Патшаның билік қолында тек қана суретке түсуі, ан жаққа барып келу, мын жаққа барып келу. Нақты шынайы билік ол парламенттің қолында. Қысқасы осылай. Біздің елде мысалы көліктерді кіргізуге өте қымбат нәрсе, Малайзиядан бізге үлгі алу